Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен 5 минутта осындай өте дәмді муравейниктер әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ол үшін бізге осындай печенье қажет болады. Бұл печеньенің уатылған түрлері бұдан да арзан болады, сондықтан сондай печеньелер алсаңыздар болады. Енді мұны жақсылап уатамыз. Мына осындай қылып аламыз. Енді бұған варенка салатын боламыз. Сгущенка салсаңыздар да болады, бірақ варенкамен дәмі өте ерекше болады. Сондықтан осылай жасауға кеңес беремін. Жақсылап біркелкі болғанша барлығын араластырамыз. Және қалауыңыз бойынша грецкий орех қоссаңыз болады. Мына біздің муравейнигіміз дайын. Енді мұны әдемілеп формаға салатын боламыз. Міне рюмканың сыртынан әдейі салафан кигізіп қойдық, шешуге ыңғайлы болу үшін. Сіз қалауыңызша басқаша формада жасасаңыз болады. Достар, міндетті түрде осылай істеп көріңіздер, дәмі өте дәмді болып шығады. Ерекше және де қонақ келгенде тез жасай салуға өте ыңғайлы. Міне осылай барлығын қойып шығамыз. Және бетін қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Біздер әдемілік үшін мак септік. Міне, рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің арнаға тіркеліп қойыңыздар. Және де достар, біздің магазинімізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Мужской және де парный киімдерді люкс качествода арзан бағада таба аласыздар. Каспи Ред және доставка барлық жерге бар.